Короче, бізде енді екінші сайт тоже сол генератор билеті туралы. И бізде необычный ешнәрсе жоқ. То же самое сол CSS и HTML. Просто ID-ларға бөлек басқаша хэштегпен не бердік, стайл бердік. Дальше осылай. Обычный кәдімгі input ID тоже бәрін бере аламыз. Бірінші бізде ол сурет загружать ететін input, потом дальше пользователь өзінің атын мынауын жазатын. И дальше бізде кнопка, на которую можно нажать, то есть атрибут one-click create ticket дегеніміз, ол когда оны басқан кезде create ticket деген функция JavaScript'тан шығады. Осы жерден бастап бізде create ticket деген функцияның описаниесі басылады. То есть функция деген ол набор команд, которые выполняются, когда біз оны шақырамыз. Бірінші біз страницада ID name деген элементті іздейміз. Это поле ввода имени, то есть value деген ол текст, юзер сол жаққа жазған текст. Оны біз name деген переменная саламыз. Поле для электронной почтадан текстті алып, біз оны переменная сақтаймыз, то есть email дегенде то же самое GitHubпен жасаймыз. Мына жақта біз уже бар файлда первый файлды аламыз, юзер загружать еткен поле для выбора файла, то есть аватарды. Файл деген ол список загруженных файлов. 0 деп тұрғанымыз ол біріншісі, то есть Python'дағыдай 0, 1, 2, 3 деп санаумен кетеді. Мына жақта тұрған 3 строчка, олар данныйларды локальное хранилище браузерға сақтайды. То есть олар как запасная книжка, где браузер барлық данныйларды сақтайды, чтобы дальше олар жоғалып кетпеу үшін при обновлении страницы. То есть как ключ name, значение переменной name деген сияқты. И дальше біз ID form деген элементті, яғни HTML элементті іздейміз. Біздің полясы бар формамызды, и оның стилін display none деп өзгертеміз, то есть оны экраннан скрыть етіп тастаймыз. И дальше біз ID ticket box билетімді аламыз, и оның стилін display block деп, ол блокты экранда көрсететін қыламыз. Дальше біз ID ticket name деген элементті алып, ол жақта бізде юзердің имясы пайда болуы керек, и оған name деген переменныйның текстін жазылады. И дальше астындағыларға да inner текстпен солай автоматтан жазылып кетеді. То есть ол жаққа пользователь жазған бүкіл нәрселер сол жаққа автоматом тұратын болады. Дальше бізде пользователь загрузить еткен фотоға JavaScript'ін жазған боламыз. Онда біз if файл дегенде ол проверять етеді. Если пользователь выбрал файл, тогда кодты в фигурных скобках выполни деген сияқты. Ал URL create object URL файл деген ол бір файлды, яғни выбранный файлды алады, и сол файлға временная ссылканы создать етеді, чтобы оны сол страницада показать етуге болатындай. Дальше ол файлға временный адрес береді. И document get element by ID, ticket avatar, source деп тұрғанда ол imagedен яғни элемент табады, ticket аватар деген ID мен. Ол еще устанавливает его источник, то есть source, біздің временная ссылкамызға. Например, файл ол біздің телефонымыздағы сурет болса, real create object URL ол сен бір суреттің временная копиясын жасадың и соға қойып қойдың. Ал ticket avatar source ол как рамка для фото, сен суретті қойып жатқан.
важный моменттер тоже бар, то есть файл загружается етпейді, серверге только ол браузерде қалады, и ссылканы временная, и оны перезагрузить сен страницаны, аватарка жоғалып кетеді. И если пользователь файл выбрать етпесе, онда код внутри if орындалмайды. На этом все.